Қайырлы күн, құрметті әріптес. Сіздермен бірге қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Байболатова Майра Берікқызы. Құрметті әріптес, бүгін біз екінші сабағымызда 8-ші сыныпта кездесетін бөлім театр өнері мен мәдениеті синтаксис. Осы бөлімде қарастырылатын мақсаттың бірі 8-1-2-1 әлеуметтік, қоғамдық, мәдени, тарихи тақырыптарға байланысты монолог, полилогтерді, интервью, пікірталастан үзінді, автор көзқарасы мен экспрессивті, эмоционалды сөздердің рөлін талдау. Бұл жерде интервью және пікірталастан үзінді деген сөзіміз жаңа жақшаның ішінде берілген. Яғни, сіздер білесіздер, құрметті әріптестер, мына 8-1-2-1 деген штрихтардың не білдіретін мұғалімдер өте жақсы біледі. Енді қараңыздар, құрметті әріптестер, бұл оқу бағдарламасындағы оқу мақсаты. Ал енді осы оқу мақсатынан сабақ мақсатын шығарамыз. Енді сабақ мақсатын қалай шығаруға болады? Мысалы, әлеуметтік, қоғамдық, мәдени, тарихи тақырыптарға байланысты монолог, полилогтерді, автор көзқарасы мен экспрессивті, эмоционалды сөздердің рөлін талдау. Яғни осы жерде кездесетін автордың көзқарасы мен экспрессив, эмоционалды сөздердің рөліне талдау жүргізесіз. Тек қана тапқызып қоймайсыз, сіз талдау жүргізесіз. Енді оны жүзеге асыру үшін сіз қандай қадамдар жасайсыз? Ең алдымен интервью ол публицистикалық стильде жүзеге асады, иә? Ең алдымен сіз оқушыға экспрессивті, эмоционалды сөздер дегеніміз есіне түсіресіз. Автордың көзқарасы дегеніміз не? Оны есіне түсіресіз. Одан кейін мәтін түрінде жазылған интервьюді қолына бересіз. Одан кейін қадамдарды құрасыз. Яғни, мәтінді мұқият оқы. Екінші, мәтіннің ішіндегі экспрессивті, эмоционалды сөздерді тап. Үшінші, автордың көзқарасы көрінетін абзацты анықта дейсіз. Енді қараңыз, оқушы осы тапсырманы қадам-қадам бойынша орындап болғаннан кейін, ең соңында ғана барлығын тауып болғаннан кейін, оқушы енді осы тапқан жаңағы дүниесіне талдау жасайды. Яғни, экспрессивті, эмоционалды сөздерді әр сөйлемнің ішіндегі сөздерге жеке дара тоқталады. Мысалы, бала, қала деген сөздердің орнына шаһар, бүлдіршін, бөбек деген сөздерді қолданатын болса, мәтіннің ішінде сол сөздер болса, онда ол экспрессивті, эмоционалды сөздер қатарына жатады. Яғни, бұл жерде оқушы айтуы мүмкін, мына сөйлемнің ішінде осындай экспрессивті, эмоционалды сөздер бар дейді. Одан кейін ол экспрессивті ме, әлде эмоционалды сөз бе? Сіз оны анықтап талдатасыз балаға. Яғни балада сол тақырып бойынша бүгінгі сабақтың мақсатына жету үшін балада теориялық білім мол болуы қажет. Сіз тек қана жетектейсіз, бағдар көрсетесіз, қадамдарын бересіз, соңында және бағалайсыз. Бағалағанда да сіз оны критерийлер арқылы бағалайсыз. Яғни, ол бағалау өз алдына, қазір біз оқу мақсаты жайлы сөз қозғап жатыр. Ондай болатын болса, әр сабақта осындай мақсатқа қол жеткізіп отыратын болсақ, онда ол біздің жеткен жетістігіміз, ол біздің жемісіміз болып саналады. Енді, құрметті әріптестер, әлеуметтік, қоғамдық, мәдени дейді тақырыптар. Ол интервью түрінде келуі мүмкін, публицистикалық стильде, мәтін. Енді сізге айтып тұр, автор көзқарасына талдау жүргіз деп тұр. Енді автор көзқарасына талдау жүргізу үшін ең алдымен сіз балаға
баладан сұрап алғаннан кейін автор көзқарасы не екен, одан кейін сіз талдау жүргізу үшін балаға қосымша үлестірме материалдарын берсеңіз болады. Иә, бала кейбір жерлерін ұмытуы мүмкін. Сол кезде жаңағы өзіңізден мұғалімнен көмек ретінде балаға автордың көзқарасына талдау жүргізу сабағын бұрындар өткен есіне түсіруіңізге болады, иә? Сұрақ қою арқылы, жетелеуші сұрақтар арқылы. Әр сабақтың өзінің мақсаты бар. Ол мақсат оқу бағдарламасынан алынған. Оқу бағдарламасының аясында берілген мақсатқа сабақ мақсаты құрылады. Сабақ мақсатына жеткен ұстаз, оқушы, ол міндетті түрде тамаша кері байланыс береді. Құрметті әріптестер, күнтізбелік тақырып жоспарды құрастырған уақытта сіздің оқушыңыз қандай оқу мақсатында сүрінеді, қандай оқу мақсатын орындай алмайды. Иә, өткен сыныпта, мысалға 7-ші сыныпта қандай ұқсас оқу мақсаты бар осы мақсатқа. Яғни сіз осы мақсатты алып отырсыз ба? Осы мақсатқа тікелей жетуіңізді көздеуіңіз қажет. Және де оны қадамдар арқылы жүзеге асырған жөн. Енді біз келесі сабағымызда кестемен көрсетеміз. Сол кестенің негізінде сіздерге әр оқу мақсатына қалай сабақ мақсатын икемдеу керек, одан кейін әр тапсырманы сабақ мақсатына сай қалай құру қажетпіз, сол жайлы біраз ақпараттар беретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Бүгінгі сабақ ұнайтын болса, лүпіл басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар.